Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен ұйғыр халқының тойымды тағамдарының бірі мампар пісіретін боламыз. Ең алдымен етімізді үлкен төртбұрышты көбіктері бөліп аламыз. Қазанымызды қыздырып, майымызды құйып, етімізді салып қуырып аламыз. Етімізді қызып тұрған қазанымызға саламыз. Одан кейін кинзаның бас жағын жіңішке қылып турап, жапырақтарын үрлеу қылып тураймыз. Сарымсағымызды майдалап турап, 4-тен 3 бөлігін салып, 1 бөлігін алып қоямыз. Пиязымызды майдалап турап, етімізге салып бірге қуырамыз. Қызанағымызды жіңішке қылып турап, оны да қазанымызға салып, үстіне 2 қасық томат пастасын салып бірге қуырамыз. Морковымызды төртбұрыштетіп турап, оны да қазанымызға салып, барлығын қуырып аламыз. Қара бұрыш, қызыл бұрыш, соя тұздығын қосамыз. Қызыл полугорки перцімізді майдалап тураймыз, қазанымызға саламыз. Қызыл светофор перцімізді салып, оны да қуырамыз. 2 литр су құйып, сорпамызды қайнатамыз. Сорпамыз қайнап шыққаннан кейін тұзын көріп, жетпеген тұзын қосамыз. 40 минут қайнатамыз. Оған дейін қамырымызға су, жұмыртқа, тұз қосып, қатылау етіп қамыр илейміз. Иленген қамырымызды жылы жерге салафанымызға салып қоямыз. 15-20 минуттан кейін қамырымызды алып, дөңгелек қылып жаямыз. Дөңгелек қылып жайылған қамырымызды осылай ұзын кеспелерге бөлеміз. Бұл кеспені мен тағы да ортасынан бір рет бөлдім. Лағман сияқты осылай жаямыз. Бірінші варианты қолымызбен осылай басып шығып, оқтаумен жаямыз. Үлкен бармағымызбен қамырды қатты қысып, осылай үземіз. Екінші варианты саусағымызбен осылай басып, оқтаусыз бас бармағымызды қатты баса отырып қамырымызды үземіз. Дайын болған мампардың қамырын қайнап тұрған сорпамызға саламыз. Қалған кинза мен сарымсағымызды салып, 10-15 минут қайнатамыз. Мампарымыз дайын. Мампарымыз дәмді болды. Қосқан кезде обязательно кинза қосыңыздар, петрушка, укроп қоссаңыздар, мампарымызша дәм береді. Астарыңыз дәмді болсын.